өлімімен күнәсі тоқтайтын адам бақытты адам деді. Бір адамдар бар, күнә істейді, өлген кезде күнәсі де тоқтайды. Екінші бір адамдар бар, өлгеннен кейін де күнәсі жалғасып тұрады. Біз білеміз ғой, адам өлгеннен кейін сауабы жалғасып тұратын амалдар бар. Артыңыздан пайдалы нәрсе қалдырып кетсеңіз, әлгі артыңыздан дұға жасайтын перзент, артыңыздан пайдалы білім қалдырдыңыз, артыңыздан сауап барып тұратын мешіт, медресе, аурухана, көпір, сондай әйтеуір адамдарға пайдасы тиетін нәрсе соқтыңыз. Оның барлығын сауабы жалғасып тұрады. Сол сияқты күнәсі де барып тұратын нәрселер бар екен. Мына қанша адамдарды білеміз, күнә істелетін орындарды ашып қойған. Біреу клуб ашты, біреу пивной бар ашты, біреу тағы бір сондай бір тойхана ашты да ішінде арақпен күнде той өтеді. Иесі өліп кетті. Кеше пандемияда қанша адам өліп кетті сондай. Ол тірі кезінде содан күнә тауып отырады, қайтыс болғаннан кейін тағы да артынан күнәсі барып тұр.